Сәлем достар. Бүгін мен сендерге мынандай кәдімгі фотоларды Google'дан скачать етуді көрсетемін. Қазір біз Google'ға былай деп жазамыз, мысалға скачать фото из АВА Казахстан деп Қазақстан туын алуымызға болады. Картинкеге кіреміз. И міне кейбір адамдар былай түсіреді. Қазір көрсетемін сіздерге. Былай скриншоттайды. Галерея кіріп, мына ручканы басып, қырқып, ұзақ уақытын кетіреді. Фото сохранить еткеннен кейін X поделиться деген қалып қояды. Ал мен сіздерге қазір оның дұрыс нұсқасын көрсетемін. Мысалға мынау біріншісіне кіреміз. Үстінен басып тұрамыз. Скачать изображение дегенді басамыз. И міне скачать етіліп жатыр. Загрузка завершена дейді. Міне мысалға мына үстінен басамыз. Болған соң и галереядан кіреміз. Міне осы фото. Әп-әдемі, ешқандай X деген жоқ, мынау сияқты. Салыстырып көріңіздер. Қайсы жағы тиімді? Әрине, мынау екінші жағы тиімді. Мен де мысалы сөйтіп скачать етіп алдым өзім. Өте оңай әрі тиімді достар. Басқа да фотоларды өсіп скачать етіп алуларыңызға болады. Егер де осы видео көмегін тигізіп жатса, менің арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Достар, сіздер неге менің арнама подписация жасау керектігін айтайын. Себебі сіздер менің арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, сіздер менің видеоларымнан құр қалмайсыздар. Яғни әр шыққан видеомды өткізбей қарап отыра аласыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.